Екінші тақырып. Медиация ұғымы және қағидаттары. Медиация бұл тараптардың ерікті келісімі бойынша іске асырылатын өзара қолайлы шешімге қол жеткізу мақсатында медиаторлардың көмегімен дауды жанжалды реттеу рәсімі. Медиация қайда қолданылады? Медиация бірінші азаматтық құқықтық дауларда шарттық міндеттемелерді орындау, залалды зиянды өтеу, моральдық зиянды өтеу, меншік құқығы туралы дауларда, өзге де заттық құқықтарға қатысты дауларда. Екінші, неке отбасы дауларында, алименттер, ерлі-зайыптылардың мүлкін бөлу, кәмелетке толмаған балаларға қатысты дауларда. Үшінші, еңбек дауларында жалақы төлеу, міндетті зейнетақысы жарналарын төлеу, зиянды өтеу төлемі. Төртінші, атқарушы іс жүргізу сатысындағы дауларда. Бесінші, онша ауыр емес, сондай-ақ ауыр қылмыстар барысында. Алтыншы, әкімшілік даулар. Медиация қандай жағдайларда қолданбайды? Бірінші, егер даулар, жанжалдар медиация рәсіміне қатыспайтын үшінші тұлғалардың мүдделеріне әсер етсе, немесе әсер ету мүмкін болса, сондай-ақ сот әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі деп таныған адамдарға қатысты болса. Екінші, жеке және немесе заңды тұлғалар қатысатын дауларда, жанжалдарда тараптардың бірі мемлекеттік орган болып табылған жағдайда сотқа дейінгі тәртіппен. Үшінші, медиация рәсімі сыбайлас жемқорлық қылмыстарды және мемлекеттік қызмет пен мемлекет басқару мүдделеріне қарсы өзге де қылмыстық істер бойынша қолданылмайды. Медиацияның негізгі қағидаттары. Бірінші, медиацияның еріктілік қағидаты. Екінші, тараптардың тең құқықтылығының қағидаты. Үшінші, медиатордың тәуелсіздік қағидаты. Төртінші, медиатордың бейтараптық қағидаты. Бесінші, медиация рәсіміне араласуға жол бермеу қағидаты. Алтыншы, құпиялық қағидаты. Медиаторлардың бейтараптығына тоқтап кететін болсақ, Карпман үшбұрышының призмасы арқылы қарастыруға болады. Жәбірленуші қылмысқа мәжбүрлеуге қудалауға ұшырайды. Қудалаушы құрбандарды құндайды, оған қысым көрсетіп әсер етеді. Құтқарушы жанжалды шешу немесе құрбанға көмектесу үшін араласады. Көбінесе медиация тараптары беймәлім түрде құрбан немесе қудалаушы агрессор рөлінде ауық ауыстырып отырады, өзіне алады. Медиатор сондай-ақ білмей құтқарушы рөлін таңдайды. Нақтырақ айтсақ, осы рөлді атқаруға мәжбүр болады. Өйткені тағдыр үшбұрышы тұзағына түседі. Кез келген медиатор бұндайға жол бермеуге тырысу керек.